Так, ассалаумалейкум бәріне. Мына бүгін келесі күн қыздырып атырық техникаларды, түтін деген әлем. Так, мына жақта котлованды қазып бастадық. Сағат 8:41 бірінші КамАЗды теп бітірді. 20-каны. Самат попозже келем дейді. Так. Дөңгелектер нүрлеп отыр ма? Так, бүгін не қызық болады екен, не істесек бүгін? Ё-моё, итті көзімізше машинаға кетіп, білейін, өліп қалды, на месте өліп қалды. Туй, ё-моё, албалай. Ағам итет. Білейін. Ал оқыс деген осы болады. Көз алдымызша болды. Техника деген опасный негіз. Анау Lexus қақып кетті. Енді қайтесің? Ол иттерге правиланы қалай үйретесің? Өшім сол ола қалды. КамАЗда да айтамда мықты техникаға. Мұны ховодан еш жері аз емес, кем емес басып сат. Мысалы. Не істейміз, итті енді хоронить етеміз, қазір ковшпен КамАЗға салып жібереді. Сонымен ит атвалға барады. Котлованның басында үнім жүр, жүргізе береді, руль етіп бәрін. Енді мен басқа бір тірліктерді жетінен бітіре берейін. Қазір біз Питаққа келдік, сол тигачымыздың гидро деп қой. Электрикасын жасайтын жерлерін жасап, біз қазір, чтобы Атырауға кетіп баратыр бұл тигачымыз бартырға. Соны жаңағы баратын жерден, чтобы ят болмасын деп, жаңағы жасайтын жерлерді жасап қой по возможности. Там по мелочи. Тигачымыз кеше оталды. То есть жаңа майын тексердік, майы сұйық болып тұр. Бүгін қыздырмай оталдыра кетсе болады. Так, оталдырдық. Бірінші попыткадан оталып кетті. Қыздырмай-ақ. Бірақ быстрый стартты қолдандық. Қазір қызып алсын машина. Біз пока машинаның ішінде бүгінгі видео обработка жасайық, монтаж жасайық. Түсірген видеоларды. Так, техникаға электрик шақыртқанбыз қазір. Знаменитый Алматының электриктарының бірі Рифат. Қазір анау майда жерлері қандай жерлері бар, соның бәрін жөнге келтіріп, шетінен үлгергенше тоже жасап атырық. Так, енді мына жерде проводкілерді жөндеп, қыстырып, жасап, орап, жөндеп контактылары, фишкілері окисляция етіп кеткен екен. Соларды кетіріп, контакттар болмай. Артында стоп сигнал, поворотник, габарит, соның бәрін жасап атырық. Плюс қазір автономный печканы қосамыз. Ала берса, сосын жаңа мойкаға апарамыз, жуамыз, алдын утеплять етеміз. Негізі бұның машинаны вообще зыңғылып қойға болады. Негізі бұл тигашпен айналысқан негізі самосвалдан әлде қайда тиімді. Бұның темасына айтыр мұрным тығып көрдік, чет жағасын көрдік, болады.
бірақ та біздің жалпы техникалардың көбісі не самосвал, экскаватор, сондай жермен жұмыс болғандықтан бұл техникамен жан-жаққа шашылып қалады екенсің жүргізген кезде. Сол себептен енді білмеймін, көреміз, ала берса бартыр жасайық деп отырық. Енді техника жаман емес, бұған дейін біраз жерлерін жасап сатық. Бұға дейін мен коробкасын жасадым. Турциядан оригинал запчастьтер алып кеп, мотордың жаңағы маяқ тұрған жерлерін жаңағы прокладка сондайларын ауыстырып, біраз жерін жасап, глушителін переделать етіп, жаңағы мынандай подкачка деген сияқты сондайлар орналастырып, бұлардың бәрін жөндеп, қосып, четінен жөнге келтіріп, ходовкада мына реактивный тягалардың, каждый реактивный тяга усиленный, дополнительный, жаңа новый сатып алып қойдым. Седло барахлет етіп тұрған седлоны шығарып, түсіріп, жасап, келтіріп, жөнге келтіріп, бәрін істеп жатырық. Енді қазір міне габариттерін жанады. Соның бәрін жөнге келтіріп, четінен. Так менде ой болған мынаның бәрін шешіп алып тастап, жаңадан новый өзім мына қолдарымен жасаймын деп сөйтіп ойлағам. Оған қысқа келіп қалды, қыста жаңағы темір ұстағанға желание болмай қалды. Сондықтан осындай жұмыстарды міне үлгергенше четінен жаңағы ондай қатты ауыр жұмыстарды қыстың күні істеп жатқан жоқпыз. Ремонтный жұмыстарды тоқтаттық. Бірақ өздеріңіз білесіздер, мына жақтан питактан шығып бара жатырмын. Жаңа срочно звондап қалды да, талондар керек деп. Мынандай атолға талондар алғанбыз. Соны срочно беру керек болып қалды, талондар бітіп жатыр екен балалардың. Соны кетіп бара жатыр енді. Так, питакқа келдік, сосын камсты жасап жатырық. Автономный печканы қостық. Автономный печка істеп тұр, я, Нурик? Істеп тұр, я. Жақсы, нормально қыздырып жатыр ма? Енді ғана қосылды. Енді қосылып жатыр, я? Жақсы болған екен. Работает, да? Пультын бер жаққа қарай шығарып қой керек. Любой жерге қоясың, мына жерге қой. Пультын любой жерге. О, енді кетті ба дейме? Енді. Сізді, я? Болды, жақсы ол. Так, проверяем тормоза. Горят. Ага, сейчас сзади прицеп. Все отлично, горят. Говори ты. Горят, да. Тормоз. Аварийка есть. Все. Да, горят. Сейчас и в салоне уже тепло. Автономка жұмыс істеп жатыр. Салонымыз жылынды. Автономка. Мына жерден ауа сорып жатыр. Жақта автономка ішінде жұмыс істеп жатыр. Іші жылынды. Жаңа отырып көліктің ішінде жылынып қалдық. Насойся туда, конечно. Прилепить его. Ага. Куда-нибудь, да? Можешь самонарезом отсюда, блядь. Да. Он потеряется. Потом зимнюю солярку, да, залить? Ну, сюда зальешь. Да. Все, окей. Все, вроде бы все. Закончили. Так, сонымен 3:30 болды. Так, үйге бара жатырық. Үй жақтан қазір спецовка инструменттерді алып, Нурик қазір ненің камсттың жаңағы тормоздарын подводить етеді прицептегі. Тем временем жаңағы Адылхан ағаның жаңағы борты жылынып қапты атвалда. Бетон түсіп, бетон бортын сындырып кетті. Соны қазір Адылхан аға екеуміз сварклейміз. Так, расклад сондай, Нұрдәулет руль етіп жатыр. В общем, қазір қалай сварканы көрсетсем қазір.
Сварканы өзім жасаймын. Так, үй жаққа КамАЗ келді. Енді бұның кузовының несі ашылып кетті дейді, борты. Мына жерде сынып кеткен екен. Мына алдында бір сынық болған екен, ешкеше даламался он. Сейчас его біз бүйтіп, кузовты көтеріп, мына жаққа кузовты қысып, өйтіп ағашпен жауып, енді қазір сваркамен варт етеміз ана жерін. Так, мынандай сварка ғой, трехфазка. Қазір Адылханаға тартып отыр, мен кеттім. Электродтарды алып келейін. Электродтарды. Так. Мастерской. Так. Электрод. Енді электродтар көп, неше түрлісі бар. Мына жақта. Ең дұрысы міне мынау қымбат электрод, шведский электрод. Осымен өйткені ответственный жер ғой, бұны мен ковш-мовштарды осымен варт етем. Так, все болды. Бәрін подсоединил. Қазір варт етем. Перчатка мынандай утепленный қыста варт еткенге. Түскен Адылханаға сотканы станыз и снимайте. Мен соткамен түсіріңіз, меня снимайте. Палец жауып болды. Прям снимайте. Короче, қазір. Сварщик бала, мынау. Ага. Электросварщик, газосварщик, резак, мырзак бәрін сояды. Все, можете отключать и дайын болғанда потом дальше будем снимать. Ну все, қазір оталдырады. Сосын подлатались, қазір. Быстро. Каких-то минут 10-15 там ушло. Там максимум 20. И сразу қайтан объектке идет и қайтан в строю, короче. Вот здесь, где надо было, я подлатал. Бұл негізі бұндай борт негізі тозып кетті. Бірақ ала берса, аман болсақ, көктемде жаңа борт жасап берем өзім, лично өзім вартеп беріп. Бұл пока что болады. Қазір бізге қазірше жұмыс тоқтатпау керек. И ары қарай қазір алдыға береді. Мына бортты ашып тастаймыз. Сосын алдыға артқа беріп қалай жабыла ма, жабылмай ма соны тексереміз. Жабылса, в общем, қазір отырып алам да жанына. И жаңағы объектке айдаймыз. Мен жаңа машинам фитакта қалып кетті, жаңа Нұрлан келді да, Нұрлан машинамды мініп кетті. Нұрлан машинамды мініп кетті, өйткені жаңа Нұрланға тормоздарын тез камшықпен подводить ету керек. Өйткені ертең подводить етіп жасайын десе тормоздарын, то ертеңге не заказ шығып тұр манипуляторға. Сондықтан уақыт жоғалтпау керек біз. Енді не дейміз, осы үшін лайктарыңыз аямаңыздар, бәрін көрсетем, үйретем, ала берса. Мен күнделікті өмірім, мен негізі бұл арасында өстіп сөйтіп ойлайсам, жоқ, мен күнделікті көрген күнім осындай. Күнде осы жұмыс айтыр, еңбек, және еңбек. Осы еңбектен ерінбесеңіздер, ала берсе бәрі жақсы болады. Қазіргі заманда, тем более, еңбек ететін, физически жұмыс істейтін адамдар азайып кетті біздің заманымызда. Бірақ дамыған елдерде, ақш, Америка, мықты дамыған көп елдерді алсаңыздар, ол жерде еңбек күші ең жақсы ақша табатын жұмыстар сол қара жұмыс. Өйткені қара жұмыс істейтін адам жылдан жылға азайып бара жатыр. Адамдарымыз сөздің қысқасын айтқанда не болып бара жатыр ғой? Планктон, аквариумный планктон. Кешіріңіздер, біреуге тиіп кетсе. Жай айтқаным ғой. Жарайды анда. Так, міне енді оталды жаңа котлованды бастап кетердің алдында Адылхан ағаның жаңағы цилиндры көктемде жасаған цилиндр қайтан кетіп қалды. В общем, біз оны цилиндрін ауыстырып тастадық. Біз ол жерде жаңа цилиндр салдық.
Солға. Сосын дөңгелектер салдық. Мынандай дөңгелектер алып көрейін дедім. Bridgestone. Осындай дөңгелектер алып салып көрейікші қалай болады екен деп, өшім осындай Bridgestone дөңгелектер салдық 5 камерка. Қытайдың дөңгелектерін білмейміз, эксперименттік түрде салдық Bridgestone. Оны да көреміз, ол туралы да мен отдельный жаңа рубрика жасармын. Жазылып лайктарыңызды аямайыңыздар. Ал енді Аділхан аға, кеттік объектке. Объект? Я. Кеттік, дальше пахать, дальше этот. Сол. Так, борт дайын, заварил. На жерін заварил. И быстро-быстро на скорую руку. Жаңа мықты шведский электродтармен мына жер кетіп қалған ғой. Соны заварили, жаңа қысып, бортты түсіріп, брусокты қойып артына, брусокпен қысып, тақап, в общем, варт етіп қойдық бұны. Ертең таңертең ала берсе, жұмысқа барады дайын. Сонымен біз кеттік питакқа, қазір питакта жаңа тигаштың несін, скоростарын подводка жасаймыз. Нұрлан уже жасап жатыр подводка. Так, таксимен питакқа бара жатырық. Нурик жаңағы машинада мініп кетті. Зато Нурик тигаштың несін, подводкасын жасап қойдым дейді. Алдында саламат регулировка жасап қысып тастаған екен ғой. Сон, оказывается, саламат не знает. Сол, барамыз, қазір машинаға отырамыз и дальше тіршілік. В общем, сол бүгінге. Так, питактамыз, тигаштың жанына келдік. Айтқандай міне машинам тұр. Нурикті жаңа тез на скорую руку. Кете салдық, красавчик, регулировка жасап қойды. Что, Нурик? Подводку сделал? Жасадың ба? Нормально? Бәрін істеп шықтың, я? Қазір айдап көрдің ба? Тоқта, артыққа бар ғой, на себя до конца и вперед. На себя до конца и вперед. Я. Так, все же, дөңгелек клинтет тұр. Я, подклинивает. Еще надо отпустить. Нурик! Она дөңгелек. Передний, левый. Подклинивает. Сон, еще надо отпустить. Я. Еще надо отпустить. Так. Қазір босады. Я босады. Контрагикасы қайда? Так. Ну, получается, мына жақ клинтет тұр, е? Трещотка нормально ойнап жіберіп тұр, нет тұр, энергоаккумулятор работает тоже, е? Ладно, чашу керек, походу, е? Смотреть. Да, ладно, короче, все варианты исключаем. В общем, бортовойды ашып жасау керек болды. В общем, так, ертең Нурик жұмысқа барады. Бәрі жұмыста. Только кто свободен, я только и все. Мен өзім жасаймын, придется делать самому. Раз делать так по-человечески жасап беруіміз керек қой технику. Так. Да, сюда донкрата надо принести. В общем, ертең займусь. Осымен, как раз. Короче, ертең жасамайтын болдым. Все, разобрались. Нормально. Но кішкене на жерде прокручивать етіліп кетті, оказывается. И клинтет қалған ғой, қалып айтпай. Қазір чуть-чуть разработали, ары-бері қозғап. И нормально. Қазір все. И баллоны все накачают, да. В общем, нормально разобрались. Так, тем временем, сол уақытымен міне объектте балалар уже жұмыс тоқтатты. Қазір мына жақтардан бірінші слойды қазып бастады. Мына ары қарай қазып жатыр. Короче, папа атолға келіп тұр.
Короче, 9-да 2 километр у нас получился. Білмеймін, сейчас обратно еще засекем отсюда. Қанша километр болатын. Но, мынаяқта подъем и жаман жол, в общем, уже не стоит еще 2000 тенге дейді. Нафиг надо, короче, не стоит. Карьер выгодный екен ғой. Ялмай айтып қояды, карьер конкурент емес деп ялмайды еще. Ладно, давай. Отбой, короче, от